Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде медицина туралы қаңқаның 4-ші бөлігі аяқ сүйектеріне жеке тоқталып сабақ айтатын боламын. Сіз ең алдымен арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Видеоны достарыңызбен жіберіп бөлісіңіз. Ендеше бастайық. Аяқ сүйектері. Аяқ сүйектері негізі сан сүйектен, асықты жіліктен, шыбық сүйектен және аяқ бас сүйектері табан, бақай сүйектерден тұрады. Ең бірінші сан сүйек. Сан сүйек бұл бедренная кость, феморис латынша. Оны ортан жілікте деп атайды. Жалпы осы сан сүйегі негізгі 9 түрлі элементтен тұрады десек болады. Біріншісі сан сүйектің басы, екіншісі мойны, үшіншісі үлкен ұршығы, төртіншісі кіші ұршығы, бесіншісі денесі, алтыншы медиал айдары, жетінші латериал айдаршығы, сегізінші тақым, яғни осы үлкен кіші ұршықтың арасындағы тура ортасы десек те болады. Тоғызыншысы тізе тобығы, яғни ол ең ірі қосымша сүйек болып табылады. Ол жерден бұлшық ет өтіп, асықты жілік пен шыбық сүйекке апарып, бір-бірін жалғап тұрушы негізгі үлкен сүйек болып табылады. Келесі бізде асықты жілік, больше берцевая кость, тибия, латынша тибия. Оның денесі 3 қыры, 3 шеті, 3 беті бар, бұдыры, ол жерде бұлшық ет келіп бекиді. Және де төменгі беті тобыққа қарай бекиді. Осымен асықты жілік бітеді. Келесі шыбық сүйек, латынша фибула. Оның басы, денесі, бізде өсіндісі, яғни 3 түрлі элементтен тұрады. Келесі аяқ басының сүйектері. Яғни аяқ басының сүйектері дегенде біз оны негізгі бірінші тілерсек сүйектеріне тоқталамыз. Яғни тілерсек сүйектер дегеніміз бұл табанымыз. Ол жерде негізі өкше, текше, қайықша, үшсына, топай сүйектері болады. Одан кейін табан сүйектеріміз алақанның сияқты без қысқа түтікше сүйектен ғана тұрады. Үшінші түрі бақай сүйектері, яғни проксимал, ортаңғы, дистал, тура алақанның саусақтары сияқты болады. Енді аяқ сүйектер болғандықтан жамбас белдеу сүйектерінде қосып кетейін. Оны кости тазы деп атаймыз, латынша оскохайе. Бұл жерде бізде жамбасымыз жалпы мықын сүйектен, отырықшыдан, шат сүйек, ұршық ойығы мен жапқыш тесіктен тұрады. Мықын сүйегі асилиум, латынша жуан бөлігі денесі болады. Яғни денесінің жайылған бөлігі қанаты деп аталады. Қанатының жоғарғы жағын қыры деп атаймыз. Екіншісі отырықшыға тоқталсақ, отырықшы сүйек үлкен отырықшы, кіші отырықшыдан тұрады. Үшінші түрі ұршық ойығы. Келесі шат сүйегі. Бесіншісі жапқыш тесігі. Енді жамбастың жалпы үлкен астау мен кіші астауы болады. Үлкен астауында мықын сүйегінің жайылған қанатынан пайда болған, яғни ол жерде іш қуысындағы мүшелерге сүйеніш болып тұратын сүйек. Жамбастың кіші астау болса, ол ішкі жыныс мүшелеріміз орналасады. Жамбас астауының өлшемдері бойынша негізі, яғни аралықтар, қашықтықтарын есептейміз. Оның өзінің сантиметрлері бар. Қазір айтып өтемін. Біріншісі, қылқанды қашықтық 27 сантиметр. Яғни екіншісі, қыр арасы, қырлар дистанциясы 29 сантиметр. Ұршық дистанциясы 31 сантиметр. Жамбастың үлкен астауларының өлшемдері бұл, Енді кіші астауының өлшемдері бойынша сыртқы конъюгата 20 сантиметр, диагональды конъюгата 12,5-13 сантиметр, үшіншісі гинекологиялық конъюгата 10,5-11 сантиметр, тік өлшем 10 сантиметр. Осымен жамбас белдеуінің сүйектері бітеді. Жалпы достар, аяқ сүйектерімен осы қаңқаның 4-ші бөлігін аяқтадық. Сіз арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыз.